ұрпақ ұлт болашағы ислам діні ғана емес, ол біздің иманымыз және мәдениетіміз. Ойыңның терең түбінен қаяқын маржан сезбеген, өмірдің басы даңғыл, өмірдің соңы құз деген. Егер біз осылай ислам дінінде жүретін болсақ, біздің ұрпағымыз да осылай жүреді. Ислам дінінің негізі болып саналатын хадистер мен сүннеттерді және құндылықтарымызды салт-дәстүр, әдет-ғұрпқа айналдыру керек. Біз ислам дінін ұстану үшін сыйластықты ұмытпауымыз керек. Ислам діні білім мен ғылымның өзгерістерге бейімделуді құптап, қуаттай түседі. Асыл дінімізде мұсылман үмбетіне күллі адамзат баласына парыз болған амалдың бірі білім мен ғылым үйрену. Білімді мұсылман толыққанды мұсылман деп саналады. Құранның адам баласына түсірген бірінші сөзі оқы деп берілгені бекер емес.